туралы айтайық, үйімдегін айтайын. 12 жасар қызымның результаты вообще шикарный. По паразитология. 15 мынаны капсуланы біреуін 4-ке бөліп іштік. 15-ші күн қызымдікі басталды. 15 күннен кейін біреудікі демде басталады. Біреудікі 10 күнде, біреудікі 15 күнде, қызымдікі 15 күнде басталды. Диагнозы? Лямля. Печень. Мен 12 жасар қызым бетім мынандай дақ болып жүр. Ақтан неприятно, да? И вообще аппетит жоқ. И барат аяға барып жатады, ұйықтай береді. Яға келіп жатады, ұйықтай береді. Мен айтам, 12 жасар деген қыз жүгіріп, мен вообще тынбайтын 12 жасармын да. Секіріп, ол вообще секірмейді да, ұйықтай береді. И сабаққа несі жоқ, қызығушы жоқ. Мен сөйтіп докторға апарсам, у вас анализ тапсырған кезде, у вас лямбли деді. Вот так вот, да, көп анализді тапсырып. И аскарида деді, очень много деді. Да, много. Ага, кейін бере бастағаннан кейін, осыны 15-ші күні оның аяқ қолдары қақсай бастады, суставтары. Мама и басым айналып жатыр дейді. 12 жасар қызың басы айналған ес, аяқ қол қақсаған ес дедім да. Сөйтіп, деншеге звондасам, денше айтады, это значит, у нее пошло. Чистка кетті деді. Сөйтіп, температуралай бастады, іші ауыра бастады. Температуралағанда дәрі берсем де ұйырмайды, вообще түспейді температуралы. Дәрі берген жоқ, бір әрі цитрамонның жартысын беріп қойсам түспеді. Мен су іше бер қызым дедім. И мынаны тоқтатқан жоқпын бірақ. Сөйтіп 5 күн жүрді сөйтіп, шайқатылып үйде, как раз қыздар үйде ол кезде офисіміз жоқ еді. Үйде офис еді, сол кезде шайқатылып жүрді. Қыздарымыз еді, маған не болған дейді. Іші ауырып жатыр деп қоямын ғой қызымды. Не болып жатқан өзімді білмеймін. Деп сөйтіп 20 декабрьде таң азанмен мама деп шыңғырып жүрді. Туалетке барса, унитаздың ішіне қарап болмайды ғой. Деп жатыр, бүйтіп алды. Өзім қорқып кеттім. Сөйтіп жүгіріп барып сотканы сөйтсе, қызымнан қорқадан ағыздырып жіберіпті. Осы дедім, мақұл дедім. Вот құрттары түсті. 20 күн, 15-ші күн қозғады. 20 күн дегеннен кейін құрты түсті. 5 күн бірақ та қызымды апарып алып келді. Баратын жеріне барып келді қызым. Мектепке де сабаққа да бармай қойды. Сөйтіп жүргенде сол күні целый день іші өтті. Іші өткенде қалай өтті? Ана унитазы барып фейлмен жуатын болдық қой. До того жирное, что-то, я не знаю, что у нее. Что-то у нее, откуда что-то выходило, он түсінбедім, да? И сөйтіп жағыны, и вот целый день у нее нитки. Мама барам дейді, ішінен жіп шығып жатыр. Жіптер. Оны, наверное, да? Личинки, вы? Личинки, я не знаю. Потом она мне показала, вечером показала, какие-то вот шарики вышли, она. Сок бар ғой, сок. Сок болса, майда бірдеңкелер. Мен тұқымдарыма неме беле дедім енді. Сөйтіп, температура түсе бастады, іші тоқтады, ауырғаны, аяқ қол қақсағаны тоқтады. Мен бір жерде оқыған паразиттер до того сүйекке дейін өтіп кетеді екен ғой. Соның бәрін қозғады ғой. Сүйекті клеші. Аллаға шүкір, Аллаға мың бар шүкір, тоба. Мен қызымды келешектегі ауруынан сақтап қалдым. Может быть, келешекте ол какой-то бір суставной ауру болар ма еді, оны білмеймін ғой енді. Содан құтылдық. Қазір деген жүгіріп жүр, екі бет қызарып, аппетит отличный. Сколько лет? 12. Я смотрю, она по дому что-то стала делать, посуду моет, дочка. А то вообще, когда придет, вечно спит, ничего не может. Ничего, сейчас несі жоқ, да, қазір пылесос тап қояды. Кешегі посудан жуып, сөйтіп. Құдайға шүкір. Қызымда сондай результат. Баламда күшті результат, варикоз 15 жасында, ол жастар бір-біріне қызығып, аяғына штанга ма, білмеймін енді, какой-то тяжесті көтерген ғой, и аяғына варикоз шығарып жүрген, мынандай болды. Ну, потом мне сказали, что это варикоз, какой-то печенье ма, бірнесе бар. Енді, оны мен білмеймін, врач емес. Сөйтіп, мұнаны бере бастадым. Бір 5 күн, жоқ, может, бірақ та өтті. Азанда қарасам, үсті ашылып қапты да, жаурамасын бейт, жауып қойсам, мен қарасам, аяғында варикоз жоқ.
Сөйтіп ағаның балалар тұр варикозың жоқ десе қуанады. Адам жазда ол шорты кие алмайды деді. Жүрсе балалар мазақтайды. Не қатын болсып аяғыңда наныңа тамыр шығып кетсе туған қатын болса деді. А сейчас нормально қуанады. Так что мен үйімде, менде результаттар, мен азған жоқпын. Сразу говорю, біреулер азды, туда-сюда. Мен азған жоқпын. Но я постранила. Мен сүйретім бар, ана жеріне вообще качокпын, мынандаймын. Қазір нормально. Мынан бәрі бүйтіп жиырдым, білмеймін, түсінбей қалдым, әйтеуір бәрі бүйтіп жиырдым, бірдеңке болдым әйтеуір. Потом у меня машинки, вот это, мойнында машинка. Целлюлит кетті у меня. Сейчас вообще ровный. Ұят болса да, ұят емес о. Так что осында результат. Потом мама. Вот мама рассказала. Вот мамамда жақсы результат бізде. Мен алтын әпшем, бәрін мамамыз бір қойды қойсам да. Мама да жаңа айтып кетті ғой. Ұмытып қалатын еді, қайықта не тұрғанда айтады, туалетке апарып алып келетін еді. Потом ана ыстық мұздай, газға барып қала беретін еді. Ұмытып кетеді да. Қазір нормально все. Қазір тамақ пісіріп, әдем болып жүр мама. 80 жасар. 80 жасар. Мамам бүйтеді анада. Сіңлісіне звондап жатыр, 18-ге толайын деп жатырмын ғой мама. Так что ішіңіздер, емдеріңіздер ем болсын. Жаңа кеше Манар айтқандай, бұны Алла Тағаладан келген бұл. Болмасам бір шипа бұл. Мен оны бір адамның дұрыс через адам да, енді адам бұны ойлап тапты ғой енді. Бәрімізге таныс шөп бұның ішіндегі. Bir жақтан келген шөптер жоқ. Адам сирек болып жатыр да? Иә, сол адам алып, әдемілеп мұнаның ішіне жинап капсуланы да, до того пропорциясын келтірген ғой. Осы уақытқа дейін ішіп жүрген бадыларымыздың әсері ұзақ болатын еді. Көп ішу керек еді. Бұның до того пропорциясын әдемілеп келтірген, эффективный эффект береді, жақсы, тез эффект береді. Ал мына осы енді айта берсем, эмоция наполняется. Кішкентай 3 жасар, 4 жасар балдарға болады ғой? Болады. Кейін мен